Арканың арыстан атанған балуан Чолақты не үшін жасырып жерлеген? Алып күш иесін біреулер атып өлтіргені рас па? Қабыры бертінге дейін не үшін құпия сақталып келді? Батыр бабамыз қаза тапқаннан кейін ауылына шауып келіп, бір ұлын атып өлтіретіндей кімге не сұнамай қалды? Бүгінгі шығарылымда міне осы қызықты сұрақтар төңірегінде тоқталамыз. Ендеше біздің каналымызға жазылып қасында тұрған қоңыраушаны басып кетіңіз. Бұл шығарылымда сіздерге қазақ халқының ұлы композиторларының бірі, ат ойынының түрлі тәсілін меңгерген өнерпаз, күш өнерін көрсеткен спортшы, жауырыны жерге тимеген палуан Нұрмағамбет Баймырзаұлы туралы, яғни балуан Чолақтың өмірінің соңғы кезіндегі оқиғалардың ақиқаты туралы баяндайтын боламыз. Балуан Чолақ әр қазаққа таныс есім. Көпшілігіміз үшін ол жауырыны жерге тимеген әйгілі палуан, ақын, композитор. Балуан Чолақтың бұдан да басқа өнері жеті нарға жүк болады. Жүріп өткен жолы жеті күн айтып таусылмас бұралаң жол. Қазақтың бағына берген алапат күш иесін біз қаншалықты білеміз? Әсіресе өмірінің соңғы жылдарындағы оқиғалар туралы не білеміз? Арқаның жазық даласы батырлар дүбірлетіп өткен, ғашықтар бірін бір өпкен, сарылған салсері кеткен киелі жер. Бір жарым ғасыр бұрын қырдағы ел ойдағы елмен араласып, құшақтасып көрісіп, дала төсін берекеге бөлеген думанды жер. Осы Арқаның арыстаны атанған балуан Чолақ. Арқаның арыстаны. Әйгілі күш иесі балуан Чолақтың қазасы жайлы дерек. Балуан Чолақ атамыздың туып өскен жері Ақмола облысының Бұланды ауданы. Атамыз көзі тірісінде келімсектермен қатты жауласқан екен. Олар Шөкең өлген соң да тыныштық бермесін сезген елдің үлкендері Қайрақты өзенінің бойына жалған зират орнатып, оларды алдаған дейді. Осы күнде Макинск ауылында тұратын өлкетанушы Ақшатай Изақметова апамыз. Жоғарыдағы зейнеткер ұстаз Ақшатай Сәдуақасқызының айтуына қарағанда, Тасөзекке таяу 6-7 шақырым жерде Қызыл Кордон атты ауыл бар. Кезінде бұл жерде Ақпатшаның атты жасағы орын тепкен көрінеді. Бертінде ауыл орман қорғаушылардың орталығы болды. Балуан Шолақ атамыздың от ошағы дәл осы жерде екен. Балуан атамыздың ауылын былайғы жұрт кезінде Керей елінің үйсін ауылы деп атаған. Атамыздың арғатасы Есентай деген адам 1850 жылдар шамасында Шу бойынан Керей ішіне көшіп келген. Есентайдан Қазанғап туады. Қазанғаптан Жарқшақ, одан Баймырза атамыз туған екен. Ал Баймырзадан Балуан Чолақ. Балуан Чолақ атамыздың анасы Қалампыр апамыз 70 деген кісінің қызы көрінеді. Қалампыр апамыз көп құрсақ көтергенімен, содан аман есен болғаны Төлеубай, Тәуекел және кенжесі Нұрмағамбет, яғни Балуан Чолақ үшеуі ғана. Ал Балуан атамыздың өмірден қалай өткені жайлы әртүрлі әңгіме бар. Біреулер оқ тиіп өлді десе, екінші біреулер соқыр ішектен қаза тапты деп жазып жүр. Осы орайда Ақшатай апамыз Балуанның көзін көрген, өмірінің соңғы жылдары Шортан қаласында тұрған Сәкен Малдыбаев деген қариядан ертеде жазып алған естелікте төмендегідей оқиға баяндалады. Барлығы дәл бүгінгідей есімде. 19 жылдың, яғни 1919 жылда айтып тұр. Қыс айының соңы болатын. Талма түсте біздің үйге Балуан Чолақ келді. Қасында баласы Құдайберген бар. Шөкең атама қарап, молдеке, менің қатты қиналып сырқаттанып келе жатқан бетім, сізбен бақұлдасайын деп әдейі бұрылдым деді. Атам қазан көтертті. Шөкең жарықтық майлеттен бір жапырақ аузына салды да, сіздің үйден татқан соңғы дәмім осы шығар деп, орнынан көтерілді. Шанаға отырарда атама қарап, молдеке, мені шанаға мықтап байлап таңып тастаңыз. Ауруым қозып қиналсам, Құдайберген ие бола алмай, сүйегім жолда қалар деді. Біз қинала-қинала Балуанның айтқанын орындадық. 3 күннен соң Балуан дүниеден өтті деген суық хабар келді. Ал тірідей шанаға таңылып үйіне қарай беттеген Балуан Чолақ атамыздың жайына келсек, үйіне аман жеткен күш иесі, бәйбішесі Қаныкейге төсек салдыртып жатып қалады. Таң атқан соң ағасы Төлеубайды шақыртады. Үйде өрпейісіп отырған екі ұлы Исажар мен Құдайбергенді және Исажардың әйелі келіні Үмітжанды, тіпті жанындай жақсы көретін немересі Ақжүністі қосып, бәрін сыртқа шығарып жіберіп, жары Қаныкей мен ағасы Төлеубайға былай депті. Алдыңғы жылы жазға салым
Даладан қатты ауырып келгенім естеріңде болар. Ақбалақтың ну орманынан шыға бергенімде қарсы алдымнан мылтық атылды. Оқ ердің қасына тиіп, әлсіреп барып кіндігімнің төменгі тұсына қадалды. Үйге келдім де ішімді таңып жатып қалдым. Балуан шолақ қойдың құмалағындай қорғасынды көтере алмай ауырып жатыр деген сөзден қорықтым. Сол, міне, ажал болып жабысты. Сендерге айтар өсиетім, сүйегіме басқа адамды түсірмеңдер. Ана сабыр қажыны қасыңа алып төке, өзің атқар. Менің өлгенімді білсе, қарашекпенділер де қарап қалмас. Ол найсаптар өлігімді қорлаудан тайынбайды. Зираттың бір жағына құпия үңгір жасап, бөлек жерлеңдерде басқа жерге жалған зират тұрғызыңдар депті. Жарықтық жаны қиналып, өлім алқымына тіреліп тұрса да, баяу үнмен қоңырлатып, мына бір шумақтарды айтқан екен. Атандым балуан шолақ бала күннен, ту ұстап, ерлік етіп тұлпар мінген, ешкімге опасы жоқ жалған дүние, өттің ғой талай-талай кемеңгерден. Өлімнен құтылу жоқ батыр болып, сөзге шешен әнге жүйрік ақын болып, барамын алыс сапар қайтып келмес, қалыңдар, елім жұртым бақұл болып. Көп сәлем жақсыларға болған сырлас, дәурені жігіттіктің қолда тұрмас, көз көріп заманымда бірге жүрген, жүріңдер дұға қылып, құрбы құрдас. Бұл әңгімені 1959 жылы нағашатам Ғаббастан естіп жазып алдым дейді Ақшатай апа. Нағашатам балуанның жары Қанекейдің туған інісі еді. Жарықтық дүниеден өтер алдында, яғни 1934 жылы бұл оқиғаны інісіне айтып кеткен. Сондай-ақ бұл әңгімені дәл осы мәтінде Төлеубай атамыз өлер шағында ортаншылы Есенжолға да айтқан. Есенжол өзінің ұлы Талғатқа әкесінен естігенін жеткізіпті. Бірақ ел құлағы елу дегендей, елдің адамдары балуанға оқ атқан кімдер екенін артынан сұрастырып жүріп білген. Олар қазақ көрсе қаны қараятын Етученко, Бельяков дегендер екен. Бұлар Шөкеңнің өлгенін жыласқан соң бірақ білген. Зиратын таппай аласұрған көрінеді. Аз ғана Үйсін ауылының үстіне ат ойнатып, балуанның ұлы Исажарды атып өлтіреді. Сөйтіп, Шөкеңнің жаны жай тапқан жер бертінге дейін белгісіз болып келді. Оның себебі жоғарыдағыдай. Шөкеңді жерлегенде бірге болған Секен Оспанов деген адам 1943 жылы Алаштың ардақты ұлының нақты жамбасы тиген жерді көрсетіп берді. Яғни бүгінгі Қызыл Кордон ауылы. 1999 жылы осы жерге балуанның немересі Чайдолла Шолақов атасына бағыштап ас беріп, азаматтармен бірге басын көтеріпті. Астана Көкшетау бағытында Елтай атты шағын станция бар. Балуан атамыздың соңғы тұрақ тапқан жері, яғни зираты осы станцияның сыртындағы Тасөзек Шұрайлы қойнауында. Міне, әйгілі балуан Шолақ атамыздың да өмірінің соңындағы ғибратты оқиға осылай болған екен. Бағзы көшпенділердегі ел үшін еңіреп, елі үшін өзгемен егескен ерлердің жолын қуып, балуан Шолақтың да қабірі сол көшпенділердің тәсілімен бертінге дейін құпия сақталыпты.